Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ең оңай әрі тез жасалатын аспирин маскасы жайлы айтқым келіп тұр. Ол үшін бізге 1 шай қасық бал, яғни асел, 1 шай қасық су және 3 дана аспирин таблеткасы қажет болады. Аспиринімізді мен алдын ала езіп дайындап қойдым. Оған суымызды құйып жақсылап араластырамыз. Шамамен 1 кішкентай қасық су құямыз. Бұл маска көп уақытыңызды алмайды және тұрақты түрде жасап жүрсеңіз жақсы нәтиже көресіз. Және ең бастысы, бұл маска барлық бетке сәйкес келе береді. Бетті өте жақсы тазартады. Әсіресе проблемный бетке өте жақсы көмектеседі. Ендігі кезекте 1 шай қасық балымызды алып, араластырып қойған аспириніміздің үстіне саламыз және де жақсылап араластырамыз бір қалыпқа келгенше. Бұл жерде бізде асел бетті ылғалдандырады, жаңартады, жасартады, тыныштандырады және де тазалайды. Бірақ бұл масканы бетіңізге қолданардан бұрын бетіңізге аселдің аллергия бермейтіндігіне көз жеткізгеніңіз абзалырақ болады. Бұл маска өте қолжетімді және аптасына 1 рет жасасаңыз сол жеткілікті болады. Аспириннен жасалған маска бет терісінің оңай және жылдам жақсартуға таптырмас өте керемет маскалардың бірі. Аспирин майлы бет терісін құрғатып, безеудің алдын алады. Мұндай маска ерекше күтімді қажет ететін проблемалы тері үшін өте пайдалы. Сонымен қатар бет терісін безеулерден арылтып, теріні тегістейді, әрі ондағы ұсақ тесіктерді тазалайды. Ацетил-салицил қышқылы қабынуға қарсы және тыныштандыратын қасиеті бар. Бұл масканың көмегімен пораларды терең тазалап, дақтарды да кетіруге болады. Дайын болған масканы таза бетке жаққан соң, жуатын кезінде массажный қимылдармен ысқалап тұрып жуғаныңыз дұрыс. Пайдалы ақпарат алған болсаңыз, подписация етіп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.